Саламатсыздар ма? Бұл 5-ші мамыр өткен Ақтау қаласында өткен математикалық прогрессияның екінші турының есептері. Сол есептерді талдап көрсек. Бірінші теңдеу шешіңіз дейді. Бұл жерде бізде 4 жақша берілген. 4 жақшаны жай ғана көбейтіп ашатын болсақ, бізде x-тің 4 дәрежесі болып кетеді. Бұл есепті шығару қиынға туындатып кетеді. Сондықтан біз жақшаларды жұптап көбейтіп көрсек. Біз мынандай жұптарды алып көрсек. Неге именно мынандай жұптарды аламыз? Қараңыздар. Бұл жерде 2 және 8 қоссақ 10-ды береді. Бұл жерде 4 және 6 қоссақ 10-ды береді. Яғни бізге осындай бір кішкене қосындылары немесе бір ұқсастықтарды байқап білуіміз керек. Сонда мына екеуін жұптап көбейтетін болсақ, бізде x квадрат плюс 10x плюс 16-ны береді. Ал ана екеуін көбейтетін болсақ, x квадрат плюс 10x плюс 24-ті береді. Тең болады минус 24-ке дейді. Енді қарасақ, бұл жерде бізде x квадрат плюс 16, 10x плюс 16 дейтінді a деп белгілеп алсақ, мына нәрсе дәл сол нәрсе, просто 24-ті 16 плюс 8 деп жаза аламыз ғой. Демек ол 16-мен бірге a-ны береді, демек a плюс 8-ге айналып кетеді. Сонда a көбейтілген a плюс 8 тең болады минус 24 деген есеп болады. Енді бұны a квадрат плюс 8a плюс 24 тең болады 0 десек, қарапайым өзіміздің квадрат теңдеу болады. Сонда дискриминантпен шешетіміз. Дискриминант 64 азайтылған 4 көбейтілген 24. Бұл теріс санды береді, демек бізде есепте жауап жоқ. Екінші есепті қарасақ, логарифм 16 негізді x, логарифм 16 негізді x минус 3 логарифм x квадрат 4 тең болады 1-ге дейді. Енді бірінші бүйтіп көрейік. Мына 16 квадрат деген нәрселердің барлығын дәреже ретінде жазып кетсек, логарифм 2-ның 4 дәрежесі x минус 3 логарифм x квадрат және 4-ті 2-ның 2 дәрежесі деп жазатын болсақ, бізде логарифмде мынандай қасиет бар. Логарифм a негізді b болатын болса, және олардың дәрежесі болатын болса, бұның n дәрежесі болсын, бұның m дәрежесі болсын, сонда бізде қандай қасиет бар? m бөлінген n логарифм a негізді b-ға айналады. Яғни мына сандар алдарына көбейту болып түседі. Сонда көбейту болып түсетін болса, 4 деген бізде 4-тен 1 болып түседі. 4-тен 1 логарифм 2 негізді x. Ал мына жерде 2 бөліміне түседі, мына 2 алымына түседі да, олар өзара қысқарып кетіп 3 логарифм x негізді 2 деген нәрсе қалады. Логарифмнің келесі бір қасиеті, логарифм a негізді b-ны ол біз 1 бөлінген логарифм b негізді a деп те жаза аламыз. Демек, мына жерде мен орын ауыстырып жүрсем, логарифм 2 негізді x минус 3 бөлінген логарифм 2 негізді x деп жаза аламын. Сонда менде бірдей логарифм пайда болғандықтан мен логарифм 2 негізді x-ті қандай да бір a деп белгілеп алсам, сонда a бөлінген 4 минус 3 бөлінген a тең болады 1 деген нәрсе қалады. Енді бұны мен 4a-ға көбейтіп жүрсем. 4a-ға көбейтсем 4 пен 4 қысқарады, a квадрат қалады. Мына жерде a мен a қысқарып 12 қалады, мына жерде 4a қалады. Сонда a квадрат минус 4a минус 12 тең болады 0 деген қарапайым квадрат теңдеу. Бұл жерде a мен a-ның көбейтіндісі, 6 мен 2-ның көбейтіндісі, мына жерде минус десек, a тең болады 6-ға, a тең болады минус 2-ге деген 2 жауап шығады. Сонда логарифм 2 негізді x 6-ға тең болса, x 64-ке тең. Ал логарифм 2 негізді x минус 2-ке тең болса, x 4-тен 1-ге тең болады. Осындай 2 жауапты қабылдайды екен. Келесі есепке көшсек. Үшінші есепте не дейді? Үшінші есепте дәл солай логарифм. Мынаны енді бірден дәреже жазып жүрсем, 2-ның минус 1 дәрежесі x минус логарифм 2 негізді x үлкен немесе тең 6-дан. Енді қараңыздар. Мына минус 1 деген алдына шыққан кезде минус 1 болып шығу керек еді, бірақ мына квадрат болғандықтан оның 2 штугы шығып жатыр. Демек, минус 1 мен минус 1 көбейтіліп, ол плюс 1 деп береді. Сонда есептің түрі қарапайым логарифм 2 негізді x-тің квадраты, логарифм 2 негізді x минус 6 үлкен немесе тең десек. Енді мына нәрсені a десек, бұл a квадрат береді. Сонда a квадрат минус a минус 6 үлкен немесе тең 0-ден. Дәл жаңағыдай a мен a, мынау 2 мен 3 десек, бізде 3 болады. a тең болады минус 2-ге, a тең болады плюс 3-ге. Демек, сонда менде қазір мынандай жауап шығып тұр. Бұлар a екен ғой. Логарифмге айналдырсам, логарифм 2 негізді x тең болады минус 2-ге, дәл жаңағыда x тең болады 4-тен 1-ге, логарифм 2 негізді x тең болатын болса 3-ге, x тең болады 8-ге. Демек, менде боялған 4-тен 1 және боялған 8 плюс минус плюс десек,
бізде плюс аралық, мына жақта плюс аралық. Ал енді біз анықталуысын тауып кететін болсақ, логарифмнің аргументінде және негізінде жатқан сан нөлден үлкен болу. Сонда мына жерде бізде нөлден үлкен деген нәрсе шығу керек. Сонда нөлден үлкен болатын болса, сонда бізде екеуінің біріккен жері ол нөлден 4-тен 1-ге дейін жақшы біріктірілген 8-ден плюс x-ке деген нәрсе пайда болады. Төртінші септе бірден пропорциямен көбейте салатын болсақ, 9 1 қосылған 9x квадрат минус 27x және мына жақта 1 плюс 9x квадрат қосылған 3x десек, түбірлер бір жаққа жинайтын болсақ, бұл азайту болып кетті. 8 1 плюс 9x квадрат болады. Ал мына минус мұнда көбейту барып 30x деген нәрсені береді. Енді 2-ге қысқартып жіберсек те болады. 2-ге қысқартып жіберсек, мынау бізде 4-ке айналады, ал мынау 30 дегеніміз 15-ке айналады. Сонда екі жақта да квадрат жіберсек, 4-тің квадраты 16, квадратпен түбір бір-бірін жойып тастайды десек болады. Және 15-тің квадраты 225, x-тің квадраты x квадрат. Жақшаны ашып жіберсек, 16 қосылған 144x квадрат тең болады 225x квадратқа. Бұдан шығатын нәрсе 81x квадрат тең болады 16-ға. Сонда x квадрат тең болады 16 бөлінген 81, x тең болады плюс-минус 4 бөлінген 9. Енді қараңыздар. Деп жазып кеткен адамдар көп болды, бірақ бұлдың жауабы қате, себебі анықталуысын табудан кеткен. Анықталуысы не дейді? Анықталуысы бізде не болу керек? Мына түбірдің астындағы нәрсе нөлден үлкен болу керек. Ол түсінікті да, нөлде себебі мынау квадрат сан, ол қайтседен нөлден үлкен болады. Және түбірдің тең болатын мәні де ол не болу керек? Нөлден үлкен болу керек. Яғни бұл жерде 15x нөлден үлкен болу керек. X нөлден үлкен болу керек. Демек бізде минус жауап алынбайды. Сонда жауап жай ғана x тең 9-дан 4 болады. Енді 5-ші септе қарасақ. Бізде 5-ші септе мынаны былай жазып алсақ, себебі көбейту, это жақшыларды көбейту деп алсақ болады. Минус 5 үлкен немесе тең. Ал қосуды көбейту ретінде алатын болсақ, 5-тің 1 дәрежесі минус 5 деп жазуға болады. Енді біз осы нәрсені a деп белгілеп алсақ, яғни 5-тің x плюс 1 дәрежесін a деп белгілеп алатын болсақ, сонда біз a квадрат минус 5 үлкен немесе тең 5a минус a болады. Сонда a квадрат минус 4a минус 5 үлкен немесе тең 0-ден деген есеп шығып тұр. Сонда a мен a, 5 пен 1, мынау минус a тең болады 5-ге, a тең болады минус 1-ге. Енді өз орнына әкеліп қоятын болсақ, 5-тің x плюс 1 дәрежесі тең болса 5-ге, бұл 5-тің 1 дәрежесі. Демек түбір асты x плюс 1 тең болады 1-ге. Бұл квадраттағы жүрсек x плюс 1 тең болады 1-ге, x тең болады 0-ге деген жауап шығады. Ал минус 1-ге тең бола алмайды, себебі оң санның кез келген дәрежесі оң сан болғандықтан мына жақта жауап шықпайды. Енді 0. X тең 0, бірақ бізде теңсіздік қой, демек біздің жауап 0-ден үлкен деген жауапты қабылдайды. Себебі бізде үлкен жағы керек, яғни таңбасы плюс-минус деп алатын болсақ. Сонда бізде жауап 0-ден плюс x-ке дейін. Келесі. Алтыншы сеп. Мынандай функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерінің қосындысын табыңыз дейді. Кесінді функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін алу үшін бірінші біз туындалуымыз керек. Мынадан туындалатын болсақ, бізде минус 3x квадрат плюс 6x шығады. Және бұны біз 0-ге теңестірсек, сонда x жақшанатына жіберсек, минус 3x жақшанатына жіберсек. Сонда x минус 2 тең болады 0-ге, x тең болады 0-ге, x тең болады 2-ге. Енді мына аралыққа жататын ол 2. Демек біз осы 3 санды тексеріп көруіміз керек. f1-ді табатын болсақ, f1-ді қоятын болсақ, минус 1 плюс 3 плюс 6 тең болады 8-ге. f2-ні қоятын болсақ, минус 8, 2-нің квадраты 4, 12 плюс 6 бұл 10-ға тең болады. Ал f5-ті қоятын болсақ, 5-тің кубы минус 125, 5-тің квадраты 25, 13-ке өтсек 75, қосылған 6 минус 44 болады. Енді осы ең үлкені мен ең кішісінің, яғни мына екеуінің қосындысын тап дейді. 10 азайтылған 44 тең болады минус 34-ге.
бізде жауап минус 34 шығады. Жетінші есепте анықталу облысын табыңыз дейді. Анықталу облысын табыңыз дейді. Анықталу облысы манағы айтқандай логарифмде бұл аргументінде жатқан сандар нөлден үлкен болу керек. Яғни x квадрат минус 5x нөлден үлкен болу керек. Бұл жерден x минус 5 тең болады 0 болатын болсақ, x тең болады 0-ге, x тең болады 5-ге. И мынандай сызықшытамыз 0 мен 5 таңбасы плюс минус плюс, бізге керек плюс аралықтар. Себебі 0-ден үлкен аралық керек. Мынандай жауап шықтыр. Дәл то же самое, мына жерде x просто үлкен 0-ден болу керек. Мына жерде 0-ден просто үлкен болу керек дейді. Сонда екеуіне де бірігіп тұрған жер, это бізде 5-тен плюс шексіздікке дейін деген аралық шығады. Жетінші есеп анықталу болсын табыңыз дейді. Анықталу болсы, енді қараңыздар, арк синус деген ол синустың бола алатын мәндері, яғни синустың кері функциясы ғой. Бола алатын синус деген ол минус 1 мен плюс 1-дің арасында жатады. Демек, арк синустың астында жатқан сан ол минус 1 мен плюс 1-дің арасында болу керек. Демек, мынау минус 1-ден үлкен болу керек, немесе тең, және 1-ден кіші болу керек. Енді 2-ге көбейтіп жіберсек, минус 2 болады. И 7-ні қосып жіберетін болсақ, мына жақтан 5 шығады, мына жақтан 9 шығады. Демек, бізде x тиесілі 5 пен 9-дың арасында. 9-шы есеп не дейді? Теңсіздіктер шешіңіз дейді. Бірінші шарт көрейік, 8 синус 3x плюс пи бөлінген 3. Үлкен немесе тең 4 телік 8-ге бөліп жүрсек, синус 3x плюс пи бөлінген 3. Үлкен немесе тең 2-ден 1-ге. Енді бірлік шеңбермен көре салайық. Бірлік шеңбермен көретін болсақ, синус сызығымыз ол мынау. Бізде мынау 2-ден 1 деген сызық ол мына жерде жататын болса, бізде 2-ден 1-ден үлкен аралық керек. Яғни мына жер керек. Енді мына точканы бәріміз білеміз деп ойлаймыз. Себебі ол синустың 2-ден 1 деген мәні ол пи бөлінген 3. Енді мына точканы табатын болсақ, қараңыздар. Мына жер жүрген жол мен мына жүрген жол бірдей. Сонда бізде мына жер 180 болатын болса, 180-нен просто пи-ден, яғни пи бөлінген 3-ті азайта саламыз. Сол кезде ол 5 пи бөлінген 3-ті береді. Пи бөлінген 3, пи бөлінген 6. Мына пи бөлінген 6. Мына 5 пи бөлінген 6. Ол үшін 5 пи бөлінген 6. Бәсе пи-ден асып кетті. Сонда менде 3x плюс пи бөлінген 3 деген аралық менде қай аралыққа жатып тұр? Данный момент тік жақшамен пи бөлінген 6 плюс 2 пика және 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пика дейін аралықта жатыр. 2 пика дейін аралықта жатыр. Енді мен оны пи бөлінген 3-ті азайтуым керек каждыйынан, яғни 3x тиесілі болады. Мына жерде так, пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 3-ті азайтсақ, минус пи бөлінген 6 шығады, себебі 30 градус, 60 градус, 30-дан 60 азайтсам, минус 30 шығады, плюс 2 пика. Дәл сол секілді, мынау 150-ден 60-ты азайтасам, менде 150-ден 60 азайтсам, 90 градус шығады, пи бөлінген 2 плюс 2 пика. И дәл сол секілді, енді 3-ке бөліп тастасам, x аралық бізде минус пи бөлінген 18 плюс 2 пика бөлінген 3. Мына жерде пи бөлінген 6 плюс 2 пика бөлінген 3 деген жауап шығады екен. 10-шы есеп, мына есепті ықшамдаңыз дейді. Бұл есепті ықшамдайтындай, себебі есеп емес. Бұны біз қарастырған кезде. Так, қарасақ. Мына жерде ықшамдалатын ешқандай нәрсе жоқ. Просто ықшамдалатын нәрсе мынадан 4-ті жақшаның сыртына шығарып жіберіп, мына 2-ні бұлай шығарып жіберуге болады. Сонда бізде есептің түрі просто бұлай болады. 2 плюс 2, 3 қосылған түбір асты 13 плюс түбір асты 3 деген есеп болады. Себебі не үшін ықшамдалмайды? Себебі бұл автордың айту бойынша ол есепті терілу басында мына жерде бүйтіп мынандай түбірді ұмыт кеткен екен. Соның кесірінен есепте осындай жауап шығып тұр. 11-ші есепте геометриялық прогрессияның алғашқы 3 мүшесінің көбейтіндісі мынандайға тең дейді. Қосындысы 63-ке тең дейді. Бірінші және еселігін тап дейді. Енді геометриялық прогрессияны көрсек, b1, b2, b3 үшеуінің
көбейтіндісі бізде нешеге тең дейді? 1728-ге тең. Енді былай алсақ, мына b1-ды b2 бөлінген q деп алсам, мынау b2 болсын, а b3-ті b2 көбейтілген q деп алатын болсам, мына q мен q қосылып бұл b2 кубты береді. Демек, мен 1728 қандай санның куб екенін анықтасам жеткілікті. 1728 ол 10-нан үлкен, 11, 12, қателеспесем бұл 12-нің кубы болу керек, потому что кубы. Себебі что? Себебі соңы 8-мен аяқталып тұр. Демек, b2 дейтін бізде 12-ге тең болды. 12-ге тең болатын болса, демек мен былай жаза аламын ғой. b12 бөлінген q, олардың қосындысы 12 қосылған 12 көбейтілген q тең болады 63-ге деп. Енді осының барлығын q-ға көбейтіп жіберсем, 12 плюс 12q плюс 12q квадрат тең болады 63q деген есеп пайда болады. Бұл енді квадрат теңдеу, 12q квадрат минус 51q плюс 12 тең болады 0-ге. Дискриминант, так, дискриминант шығаралам ба? Дискриминант шығаралам, жақсы, дискриминантпен шығара берейін. Мияққа шығарсайын. Дискриминант, так, 2500-ге тағы 101-ді қосам ғой, 2601 азайтылған 12, 144-ті 4-ке көбейтсем, 144-ті 4-ке көбейтсем, 576 ма? 576 секілді. Нақты көбейте салайын. Кешірісі 144 көбейтілген 4, 576 екен. Енді одан 2601-ді азайтып жасам, 2025 шығады. 2025 шығады. Ал 2025 деген өздеріңіз білетін, ол біздің жыл, яғни 45-тің квадраты. Енді 45-тің квадраты шығатын болса, демек q-ды табатын болсақ, 51 плюс минус 45 бөлінген 24. Қосып жіберсек 96, 24 көсек 4, ал азайтып жіберсек 6, 4 көсек 4-тен 1. Демек, q-дің екі жауабы бар екен, 4 және 4-тен 1. Енді соның орындарына қоятын болсақ, b1 табу үшін 4-ке бөлуім керек 12-ні. 12-ні 4 көсек 3, яғни b1 бізде 3 болған кезде q 4 болады, ал b1 то есть q 4-тен 1 болған кезде b1 бізде 4-ке көбейтуім керек, яғни 48 болады. Осында екі жауап бар екен. Келесі 12-ші есеп, өрдегінің x-ның қандай мәнінде арифметикалық прогрессия құрайды дейді. Енді қараңыздар. Бұл есепте кішкене мынандай күрделілік бар. Бізде есепте мына сандардың қатары берілмеген. Яғни мынау a1, мынау a2, a3 деп берілмеген. Яғни мынау a1 болуы мүмкін, мынау a1 болуы мүмкін деген секілді жағдай 3 ситуацияның барлығын қарасақ. Бірінші ситуация. Егер дәл осылай орналасса, a1-міз бізде 2-ті бірасты x, a2-міз 7x плюс 8-ді, a3-міз 4-ті бірасты x болса. Бұндай болатын болса, бізде мына нәрсені білесіздер деген ойдамын, что 2a2 ол a1 мен a3-дің қосындысына тең екен. Демек, 2 еселенген 7x плюс 8 тең болады 2-ті бірасты x қосылған 4-ті бірасты x-ке. Енді қосып жіберсек, мына жерде 6 болады, оны 2-ге бөлсек 3 болады. Сонда бізден андай нәрсе пайда болады. Тең болады 3-ті бірасты x-ке. Енді квадраттап жіберсек, 7x плюс 8 тең болады 9x-ке. Демек, 2x тең болады 8-ге, x тең болады 4-ке деген бірінші жауап шығады. Екінші ситуация. Енді a1-міз бізде 7-ті бірасты x болсын, a2-міз 2-ті бірасты x болсын, а мынау 4-ті бірасты x болса. Сонда бізде 2 еселенген, яғни 2 еселенген 2-ті бірасты x тең болады 7x плюс 8 плюс 4-ті бірасты x. Бұл жерде 4-ті бірасты x-ін 4-ті қысқарып кетті, 0-ге тең болады, а 0-ге тең болатын болса, бізде қандай жауап шығады? 0-ге тең болатын болса, мынау 0, мынау 0, а мынау 0 емес, бізде бұндай арифметика прогрессия құрау мүмкін емес. Үшінші жауап енді бізде мынандай ситуация болатын болса, 4-ті бірасты x, 2-ті бірасты x және өтірайтым. Мынандай болатын болса, 4-ті бірасты x ортасында болу керек. 4-ті бірасты x, 2-ті бірасты x және 7x плюс 8 деп көрейік. Сонда бізде 8-ті бірасты x тең болады 2-ті бірасты x қосылған 7x плюс
8. Енді азайтып жіберсек 6 түбір асты x тең болады түбір асты 7x плюс 8. Квадратта жүрсек 36x тең болады 7x плюс 8. Азайтып жіберсек 29x тең болады 8-ге, яғни x тең болады 8 бөлінген 29-ға деген екінші жауап шығады екен. Келесі 13-ші есепті алсақ, мына шектелген фигураның ауданын тап дейді. Яғни бізде бұл қандай да бір мынандай парабола, қандай да бір алты дейтін сызық бар, яғни мына жердің ауданын таба салуымыз керек. Естерінде болатын болса, аудан табу үшін f от x-тен g от x-ті азайтып, a-дан b-ға дейінгі аралықты ала салатын едік. Енді a мен b дейтін аралық табу үшін біз мына екеуін теңестіруіміз керек, яғни минус x квадрат плюс 2x плюс 9-ды теңестіреміз 6-ға. Сол кезде бізде не пайда болады? Бізде x квадрат минус 2x минус 3 тең болады 0-ге, x пен x 3 пен 1. Так, 3 пен 1 десек, мынау минус болу керек, демек x тең болады 3-ге, x тең болады минус 1-ге деген нәрсе пайда болады. Сонда бізде аралық минус 1-ден 3-ге дейін. Үстінде жатқан бізде парабола, яғни мынадан 6-ны азайтуымыз керек. 6-ны азайтсақ, ол просто плюс 3 болады. Осындай x-ті шеше салсақ, бізде минус x куб бөлінген 3 плюс x квадрат плюс 3x, яғни бізге осы 3 пен минус 1 дейтін сандарды қоя саламыз. 3-ті қойсақ, 27-ның 3-ке бөлсек минус 9-ды береді, мынау плюс 9-ды береді, мынау плюс 9-ды береді. Сосын азайтылған минус 1-ді қойсақ, минус 1 мен плюс 3-тен 1-ді береді. Минус 1-дің квадраты ол плюс 1, ал мынау минус 3-ті береді. Сонда бізде минус 9 мен плюс 9 кетеді. Минус 9 мен плюс 9 кетеді. Так, мына минус пен мына минус бізге плюс подта 12, 12-ге 1-ді минус подта 11, яғни 11 азайтылған 3-тен 1. Немесе 10,3-тен 2 деп есептей салсақ жеткілікті. 14-ші есеп функцияның туындысын тап дейді. Бұл жерде бізде u бөлінген v ретінде алатын болсақ, оның туындысы u туынды v азайтылған v туынды u бөлінген v квадрат деген формула салсақ. Яғни біріншісінің туындысы 5-дің туындысы 0, ex-тің туындысы сол минус ex-ті көбейді. Минус ex, оған көбейте саламыз. И мына жерде азайтылған мынаның туындысы тоже ex, и оны 5 минус ex-ке көбейте салсақ, бөледі екенбіз 9 плюс ex-тің квадратына. Сол кезде минус ex жақшантынан шығарып жүрсе, мына жерде 9 плюс ex қосылған 5 минус ex дейтін нәрсе пайда болады. Бұл жерде 9 плюс ex-тің квадрат деген нәрсе бар, және минус ex көбейтілген 14, потому что плюс ex пен минус ex қысқарып кетеді да, бұл жерде 9 плюс ex-тің квадраты деген нәрсе болады. Яғни туындымыз бізде осындай нәрсе екен. 15-ші есеп, бізде вектор берілген, және векторлардың қосындысының аты берілген, a-ның модулін тап дейді. Енді қараңыздар. Біз бірінші не істей аламыз? Біз біріншін аны квадрат теңдеу ретінде просто квадраттай салайық. Яғни мына жаққа квадрат, мына жаққа квадрат қойып жүрсек. Бізде не пайда болады? Бізде a-ның квадраты қосылған 2 еселенген ab қосылған b-ның квадраты тең болады 361 деген нәрсе пайда болады. Дәл сол секілді квадраты. Дәл сол секілді біз мынаны квадратта жүрсек, не пайда болады? a-ның квадраты қосылған, то есть азайтылған 2ab қосылған b-ның квадраты тең болады 289. Енді қосып жіберсек, мына 2ab дейтін нәрседен құтыламыз. Сонда 2 еселенген a квадрат векторда плюс 2 еселенген b квадрат векторда тең болады 650-ге. Бұны 2-ге бөлсек, a квадрат плюс b квадрат тең болады 325 деген нәрсе пайда болады. Так, біз мына жерлерде векторлар бар. Енді қараңыздар. a вектор дейтін не? Анандайдың квадраты дейтін не? Ол a вектор мен a векторының скаляр көбейтіндісі. Олардың скаляр көбейтіндісі деген олардың ұзындығы мен өзара ұзындығы мен арасындағы бұрыш. Арасындағы бұрыш. Енді қараңыздар, арасындағы бұрыш деген сөз a вектор мен дәл соның үстінде дәл өзі a вектор көбейтіліп тұр. Яғни оның арасындағы бұрыш 0-ге тең. Ал косинус 0 градуста нешеге тең болады? Косинус 0 градуста ол 1-ге тең болады да. Демек a векторын біз былай жаза алады екенбіз. Мынаның квадраты деп. Дәл сол секілді b векторын де былай жаза аламыз.
Енді бізде модуль бұның мәні бар, бұл 10-ға тең, 10-ның квадраты 100 болады. Ал 100-ді азайтылып жіберсек, ол 225 береді екен. Ал 225 деген ол 15-дің квадраты. Демек, модуль бізде 15-ке тең. 16-шы есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері берілген, яғни қандай да бір тікбұрышты үшбұрыш берілген. Оның катеттері түбірасты 5 және 2 түбірасты 2 дейді. Осы үшбұрыштан шыққан, тікбұрыштан шыққан бисектрисі, қандай да бір бисектрисі. Бисектрисі гипотенуза қандай ұзындықтарға бөледі. Енді біз қарасақ, біз бірінші гипотенузаның өзін тауып алайық, оны Пифагормен тауып алсақ, 5 қосылған 8, 13 береді. Яғни мынаның ұзындығы түбірасты 13. Түбірдің астындағы түбірасты 13. Яғни мына жерде x деп алатын болса, мына жерде түбірасты 13 минус x береді. Енді біз қатынасын бисектрисада мынандай қатынас бар екен білесіздер деген үміттемін. Егер а және б болса, бізден бисектриса шығатын болса, мына жерде x және y деп алатын болсақ, онда мынандай нәрсе орындалады. А бөлінген x тең болады б бөлінген y-ге. Енді дәл сол секілді түбірасты 5 бөлінген x тең болады 2 түбірасты 2 бөлінген түбірасты 13 минус x деп осы жерден x тауып алсақ. X тауып алсақ түбірасты 65 минус түбірасты 5x. 5x тең болады 2 түбірасты 2 x-ке. X-терін бәрін бір жаққа жасақ, түбірасты 65 тең болады 2 түбірасты 2 x қосылған түбірасты 5x-ке. X жақшаны шығарып жүрсек, 2 түбірасты 2 қосылған түбірасты 5 тең болады түбірасты 65-ке. Енді дәл осы жерден x тауып алсақ, x тең болады түбірасты 65 бөлінген 2 түбірасты 2 плюс түбірасты 5 деген нәрсе. Енді бұл жерден иррационалдықтан құтылуға болады. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, бұның түйіндесіне көбейтуіміз керек. 2 түбірасты 2 минус түбірасты 5-ке көбейтіп бөлетін болсақ, бізде не пайда болады? Бізде бөлім 3-ке айналады, 8 азайтылған 5. Ал мына жақта көбейтіп жіберсек, 2 түбірасты 130 азайтылған 5 деген 5 түбірасты 13 деген нәрсе пайда болады. Енді дәл осы нәрсені мен түбірасты 13-тен азайтуым керек екінші бөлікті қылым үшін. Яғни түбірасты 13 азайтылған 3-тен 2 түбірасты 130 минус 5 түбірасты 13 деп осы есепті жауабы мына екі кусоктың екеуін де жазуым керек. Дәл сол секілді енді 17-ші есепте бізде қандай да бір түзу берілген, бірден y-тер жазылайын, y тең болады x плюс 2 деген түзу берілген. Осы түзу бойынан мынандай нүктелерден бірдей қашықтықта жатқан нүктені тап дейді. Яғни бір бізде мынандай түзу жатыр. Осы түзуден мына жер бізде 2, мына жер минус 2, минус 1-де 2, минус 1-де 2 мына жерде жатқан нәрсе. Ал 2-де 5, 2-де 5 деген ол примерно 2 болған кезде 4 болады, демек примерно мына жерде жатқан нәрсе. Осы екеуінен бірдей нүктеде жатқан, яғни мына жерде жатқан мына нүктені тап дейді. Осы түзудің бойында ол керек, және нар қашықтық пен нар қашықтық бір-біріне тең болу керек. Енді бізде есепте клетка болса, клеткамен табу оңай болар еді, ал клетка жоқ болатын болса, енді кішкене қиын жолдармен шығарып көрейік. Бірінші біз мына нүктені қандай да бір x, y деп белгілеп алайын. Мен білмеймін. Енді мен мына түсуді, мынаны вектор ретінде алатын болсам, бізде мына жердің координатасы минус 1-де 2 еді ғой. Енді мен вектор ретінде алатын болсам, x қосылған 1, бірінші заты, екіншісі y минус 2 деп алуым керек болады. Ал мынаны тоже сондай вектор деп алатын болсам, x азайтылған 2, y азайтылған 5 деп алуым керек болады. Енді бұлардың ұзындықтары тең деген сөз, яғни модульдары тең, квадраттары тең болады. Сонда түбір астында x плюс 1-дің квадраты қосылған y түбір астында y минус 2-ның квадраты барлығы бір түбірдің астында тең болады, тоже дәл осы нәрсенің квадратына. Яғни y минус 5-дің
квадратына. Сонда түбірлер өзара жойылып кетеді да, ашып жіберсем x квадрат плюс 2x плюс 1 қосылған y квадрат минус 4y плюс 4 тең болады x квадрат минус 4x плюс 4 қосылған y квадрат минус 10x плюс 25. Сонда x квадраттар жойылады, y квадраттар жойылады, менде 6x пайда болады. Мына жерде 4-тер жойылады, менде 24, мына жерде y-ді 10y, минус 6y плюс 24. Енді мен бұны 6-ға бөлсем, x тең болады минус y плюс 4 дейтін нәрсе пайда болады. Енді бұл мына түзудің бойында жатқандықтан мен мыналарды өзара теңестіре аламын. Мына жерден x тауып жіберсем, жақсы, x тауып жібере салайыншы. Y азайтылған 2, сонда тең болады y азайтылған 2. Y-терді бір жаққа жасайым, 2y тең болады 6-ға, y тең болады 3-ге. Y 3-ге тең болатын болса, 3-тен 2-ні азайтсақ 1-ге тең болады. Сонда бізде 1-де 3 дейтін нүктеде арақашықтықтары бірдей болады екен. 18 степ. Ромбының диагоналдарының қосындысы мынандай дейді. Яғни бізде қандай да бір ромбы берілген. Енді олардың диагоналдарын біз теңдей 2-ге бөлінетінін білеміз ғой. Демек, оның жартыларының қосындысы 17. Мен мына жерде а десем, мына жерде б десем, а қосылған б-ны 1-ден 17 деп жаза берейін. 17-ге тең. Және ауданы 120-ға тең. Енді былай істейікші. Мынау тікбұрыш, үшбұрыш барлығы бірдей тікбұрышты үшбұрыштар болады. Яғни бір тікбұрыш үшбұрыштың ауданы АБ бөлінген 2 ғой. Енді сондайдың менде 4 үштігі бар. Бұны 4-ке көбейтсем, сонда 2АБ. Бұл ромбтың ауданы, ал бұл 120-ға тең. Демек, АБ менде 60-ға тең. Сонда 2 санның көбейтіндісі менде 60-ға тең. Енді бұны дискриминантпен шарсақ болады, логикамен шарсақ. 2 санның қосындысы 17, көбейтіндісі 60-ға тең, ол 12 мен 5. Яғни біреу 12 болса, мынау 12 болса, мынау бізде 5-ке тең болады. Ал мына қабырғасын табатын болсақ, мынаның қабырғасы Пифагор бойынша 13-ке тең болады. Египет үшбұрышы. Енді периметр дейді. Периметр демек 4 көбейтілген 13 52-ге тең болады екен. 19 степ. Радиусы 10 см шеңбер берілген. Яғни какой-то бір шеңбер радиусы 10 см дейді. Осы центрлік бұрышы 45 градусқа сәйкес келетін. Мына жер 45 болатын. 45 болатын сегменттің ауданы тап дейді. Сегмент дейтін не? Сегмент деген осы жерде хордамен қиятын болсақ, мына жерде сегмент атаймыз. Осы жердің ауданы тап дейді. Ол үшін бірінші біз общий кусок пицца болып тұрған жерді, яғни секторды аудан табасақ. Сектордың ауданы бізде ол шеңбердің ауданының, енді 45 градус қой, общий шеңбер 360 градус болса, сол 360-тан 45 бөлігі, яғни бұл қысқаратқан кезде 8-ден 1 бөлігі болады. Пи квадрат бөлінген 8 болады. Ал енді одан мен үшбұрыштың ауданын азайтып тастайтын болсам, ол менде сол кезде сегменттің ауданы жатады. Енді үшбұрыштың ауданын қарайтын болсам, үшбұрыш деген ол 2 қабырғасы бар, яғни r квадрат, r мен r деп айтсам, және арасында бұрыштың синусы 45 и бөлінген 2 деген формуламен таба салсам. Сонда r квадрат түбір асты 2 бөлінген 2 мен 2 4. Яғни мен осы 2-ні азайтуым керек. Пи r квадрат бөлінген 8-ден азайтуым керек. Кімді? r квадрат түбір асты 2 бөлінген 4-ті. Енді 8-ді шығарып жіберсем, r квадратты шығарып жіберсем, менде не пайда болады? Пи минус 2 түбір асты 2 бөлінген 2 түбір асты 2 жай ғана. Сол кезде не пайда? Сонда қандай жауап шығады? Менде 100 бөлінген 8 пи азайтылған 2 түбір асты 2. Енді бұл жерді қысқартып жіберсек, бұлар 4-ке қысқарады. 25 бөлінген 2 пи азайтылған 2 түбір асты 2 деген жауап шығады екен. 20-ші степ. Егер қабырғалардың диагоналдары санына тең болса, көп бұрыштардың қосындысын табыңыз. Енді қарай, қабырғалардың саны диагоналдар санына тең. Бірінші диагоналдардың формуласын тапсақ. Диагоналдардың формуласы ол жалпы мынандай: n-3 бөлінген 2. Бұл қабырға санына тең дейді, яғни n-ге тең дейді. Енді 2-ні көбейтсек, n квадрат минус 3n тең болады 2n-ге. Сонда n квадрат
минус 5n тең болады 0-ге. Енді жақшылықтан жүрсек, n минус 5 тең болады 0-ге, n тең болады 0-ге, n тең болады 5-ке деген жауап. Енді бізде қабырғасы болғандықтан бұл n тең 5 дегенді аламыз. Яғни 5 бұрыш. Енді оның ішкі бұрыштарын қосындысы формуласы ол мынандай. n минус 2 көбейтілген 180. Яғни 5-тен 3 азайтсақ, 5-тен 2 азайтсақ 3, 3-ті 180 көбейтсек 540 деген жауап шығады екен. 21-ші есеп. Үш бұрыштың медианалары берілген екен. Және осы медианалар былай бір нүктеде қиылысатын білеміз деп ойлаймын. Бір нүктеде қиылысатын білеміз. Және бізде байқасаңыздар екі медиана бізде бір-біріне тең. Бұл бізге нені білдіреді? Бұл бізге мына қабырға мен мына қабырға өзара тең екенін білдіреді. Яғни мен мынаны 5, мынаны 5 десем, оларға түсіп тұрған медианалар да тең болады. Ал енді мына қабырғаны маған үшбұрыштың ауданы тап дейді. Үшбұрыштың ауданы үшін маған биіктік керек. Енді қарақ, тең бөлу үшбұрышта түсіп тұрған медиана ол әрі биіктік, әрі бисектриса, әрі медиананың рөлін атқарады. Енді соның арқасында біз егер мынау биіктік бар ғой енді, яғни мына қабырғаны табатын болсақ, ауданды таптық десек те жеткілікті. Енді біз қалай таба аламыз? Бірінші бетек мынаны 4, мынаны 2 деп белгілеп алсам. Себебі медианалар 2-ден 1 қатынаста қиылысады. Естерінде болсын. Мынандай медиана болатын болса, мына жер x болса, мына жақ міндетті 2x болады. Сонда бізде типа 3x тең болып тұр, 6-ға x тең болады 2-ге. Демек, мына жақ 2, мына жақ 4-ке тең болады. Дәл сол секілді, мына жақ енді общий 5-ке тең болатын болса, мына жақ 5 бөлінген 3, мына жақ бізде 10 бөлінген 3 болады. Дәл сол секілді мынауда 10 бөлінген 3-ті береді. Енді мына үшбұрышты қарайтын болсақ, бізде мына жерде тік, мына жерде 10 бөлінген 3, мына жер 2. Яғни бізде мынандай тік бұрышты үшбұрыш пайда болып тұр. Мына жер 10 бөлінген 3, мына жер 2, мына жер тік. Яғни біз мына қабырғаны таба аламыз ғой. Пифагормен таба салатын болсақ, яғни мынаны x деп алатын болсам жақсы. X деп алмай-ақ қойыңызшы, a деп алатын болсам, ой. Жақсы. Қандай да бір b деп алатын болсам, b квадрат тең болады 100 бөлінген 9 минус 4, яғни мына сандардың квадраттары тең болады. Сонда 36 100-ден 36-ны азайтып 9-ға бөлуім керек екен. 100-ден 36-ны азайтсам, менде 64, 64-ден 8 шығады, 9-дан 3 шығады. Яғни менде мына бөлік 8 бөлінген 3-ке тең. Дәл сол секілді мынауда 8 бөлінген 3-ке тең. Екеуінің қосындысы ол 16 бөлінген 3. Енді үшбұрыштың ауданын табатын болсам, қабырға, яғни 16 бөлінген 3. Оған түсіп тұрған биіктік 6 және оны мен тағы да 2-ден 1-ге көбейтуім керек. Сонда 3, 2, 6 қысқарады, просто да 16-ға тең болады екен. 22-ші есеп. Үшбұрыштың биіктіктері берілген және онда үшбұрыштың ауданы табасыз. Бұл есеп негізінде кішкене күрделі есеп, бірақ мына сандарға қарасаңдар, 12 деген ол 3 пен 4-тің көбейтіндісі, 15 деген ол 3 пен 5-тің көбейтіндісі, ал 20 деген ол 4 пен 5-тің көбейтіндісі. Енді демек бізде қандай да бір мынандай 3 бұрыш, оған түсіп тұрған биіктік егер 12 болатын болса, мен бұның мына 3 санның ортақ бөлімі 60 қой. Ең кіші ортақ есек 60 қой. Мен мұнаны 5x деп белгілей аламын. Сонда менде 60x береді. Ал мынау менде 15 болатын болса, бұл менде 4x береді. Дәл сол секілді мына 20 болатын болса, мынау менде нешені береді? 3x береді. 3x береді. Барлық 60x беру керек, себебі бізде мынандай формулалар a көбейтілген ha тең болады b көбейтілген hb тең болады s көбейтілген hc-ға. Яғни өздеріне түсіп тұрған биіктіктер мен көбейтінділер тең болады. Аудандардың формуласы жай ғана. Енді қараңдар, бізде 3, 4, 5 таныс үшбұрыш емес па? Бұл деген жай ғана бізде қандай үшбұрыш екен? Бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш екен, яғни 3x, 4x, 5x деген. Енді қараңдар, тік бұрышты үшбұрышта биіктік дейтін не? Ол биіктік деген сол катеттердің өздері, яғни бізде 3x-ке түсіп тұрған 20 еді, демек мынау 20, мына жер 20. Мынаған түсіп тұрған 15 еді, мынау 15, а мынау менде 12 деген нәрсе пайда болды. Енді тік бұрыш үшбұрыштың ауданының формуласы ол 2 катетті көбейтіп, просто 2-ке бөле саламын. Сонда менде 150 деген жауап шығады. 23-ші есеп. Цилиндрдің көлемі берілген, яғни цилиндрдің көлемі берілген. Оның көлем формуласы πr квадрат
көбейтілген h. Және биіктігі 28-ге тең, көлемі 112 пиге тең дейді. Сонда мынаның орнына 28 қоятын болсам, менде r квадрат тең болады 112 бөлінген 28, яғни бұл 4 па? 4. Сонда r квадрат 4-ке тең, r менде 2-ге тең болып тұр. Енді оның биіктігі осьтік қимасы деген андай бір 4 бұрыш. Осындай бір 4 бұрыш. Соның диагоналін тап дейді, яғни мына жер тап дейді. Енді мынаны қарайтын болсақ, мынау бізде тік бұрып түседі. Мынау 28, мынау 4-ке тең, яғни қарапайым Пифагор. Сонда диагоналдің ұзындығы диагональ тең болады түбір астында 28-дің квадраты қосылған 4-дің квадраты. 28-дің квадраты менде 784 беді. 784 қосылған 16 тең болады 800-ге. 800 деген ол 400 көбейтілген 2, яғни 20 түбір асты 2 деген жауап шығады екен. 24-ші есеп. Конустың биіктігі 12 дейді. Конустың биіктігі 12 дейді мына жер. Жасаушысы 13 дейді. Демек, радиусты 1-ден 5 дей берсек болады, потому что египет үшбұрышы. Табаны конустың табанында жататында іштей жартай бізде мынандайда бір конус екен. Оған мынандай жарты шеңбер сызылған. Бүйтіп жарты шеңбер сызылған. Осы жарты шар сызылған. Жарты шардың радиусын тапты. Енді қараңдар. Жарты шардың радиусы деген ол мына жаққа түсіп тұрған биіктік бар ғой. Это S радиус. Сонда бізде мынандай үшбұрыш, осы үшбұрыштың биіктігін тапсақ жеткілікті. Енді дәл манағыдай. Мынау мен мынау биіктік қой бізде 12 және 5. Ал мынау менде қабырға болатын болса, оған түсіп тұрған биіктік. Яғни қабырғалар көбейтіндісі тең болады. Яғни 12-нің 5-ке көбейтіндісі мына мен тауып тұрған радиустың 13-ке көбейтіндісіне тең болады. Сонда радиус тең болады 60 бөлінген 13-ке. 25-ші есеп бізде дұрыс тетраэдрдің биіктігі h-ға тең дейді. Яғни бізде қандай да бір дұрыс тетраэдр деген ол бізде барлық қабырғалары тең, мынандай үшбұрышты пирамиданы айтады. Енді оның мынаны h десек, мыналардың барлық a-ға тең, мынаның барлық a-ға тең. Осындай фигураны тетраэдр дейді. Енді оның h биіктік қай жерге түседі? Биіктік ол табанына сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі. Енді бізде мынандай a деген тең қабырғалы үшбұрыштың центрі, яғни радиусына ұзындығын табатын болсақ. Радиусын табатын болсақ, бізде синустар теоремасы мынаны білеміз. 2r тең болады a бөлінген синус альфаға. Ал бізде бұл тең мынаның барлығы 60 градус болғандықтан бізде a бөлінген 2 синус альфа, яғни синус 60, ол түбір асты бөлінген 2, сонда a бөлінген түбір асты 3 деген нәрсені береді. Мынау бізде a бөлінген түбір асты 3 екен. Енді Пифагор жазатын болсам, сонда a квадрат тең болады h квадрат қосылған a квадрат бөлінген 3-ке. Теңдіктің a квадраттарды бір жаққа жинап алсам, менде 1 азайтылған 3-тен 1 тең болады h квадратқа. Бұл жерден 3-тен 2 шығады. 3-тен 2 тең болады h квадратқа. Енді бұл жерден a квадратта алсам, ол 3 бөлінген 2 h квадрат болады. Яғни a тең болады түбір астында 3 бөлінген 2 көбейтілген h. Енді аны тапқаннан кейін осы тең осындай үшбұрыштың ауданның формасы. Ауданның формасы ол 2 қабырғасын көбейтеміз. Және арасындағы бұрыш бөлінген 2 деген формамен табысатын болсақ, енді бізде s тең болады a квадрат синус 60 бөлінген 2. Яғни a квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 десек болады. Сонда ауданы a квадраттың орнына мынаны жаза салсам, 3 бөлінген 2 түбір асты 3 бөлінген 4 и h квадрат. Сонда менде 3 түбір асты 3 h квадрат бөлінген нешені береді? 8-ді береді. Енді осындайдың менде 4 штуғы бар. Толық бетінің ауданы деген сөз. Толық бетінің ауданы осындайдың 4 штуғы. Демек, 4 пен 8 қысқарып, просто 3 түбір асты 3 h квадрат бөлінген 2 деген жауап шығады. Осымен прогрессияның есептері аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, және көп рахмет. Сау болыңыздар.